Apayın kubulsların kopyasını açıp sırrına öğretin men zerттеуші бағдарламасы. Men zerттеуші бағдарламасының жүргізушісі мен Бәйтерек бөбекжайының тәрбиешісі Құрбанқали Сабина Досанқызы. Және де Тігірей қыз Айкөркем. Балалар, көптен бергі қолдарыңызда жүрген, зерттеймін деп қызығып жүрген құпияларыңыздың сырын біздің арнамызда тікелей эфирге соғып біле аласыздар. Ол үшін астында көрсетілген байланыс нөмірімізге Хабарласыңыздар. Айкөркем, біздің арнамызға қоңырау келіп түскен секілді, бірге тыңдайық. Айкөркем, мен сенің бағдарламаңды зеріне қараймын. Құпия зерттеулеріңді сенімен бірге тамашалаймын. Менің саған сұрағым бар. Жауын жауғанда кемпірқосақ қалай пайда болады, соны маған зерттеп бересің бе? Апай, менің досымның сұрағына көмектесейікші. Көмектесейік, Айкөркем. Апай, шынымен де кемпірқосақ қандай болады? Айкөркем, кемпірқосақ күн сәулелерінің су тамшыларына шағылысып, сынып және шашуының нәтижесінде пайда болады. Күн сәулесі су тамшыларына түскен кезде оларды жіктеп, түрлі түстерге боялады. Осы түстер біздерге аспанда кемпірқосақ тәріздес болып көрінеді. Олай болса, Айкөркем, қарапайым тәжірибемізді бастайық. Жарайды, апай, бастайық. Айкөркем, олай болса тәжірибемізге керекті құралдармен танысып алайық. Жарайды, апай. Қан, түрлі түсті бояулар, су. Және де шыны ыдыс, бос пластикалық ыдыстар, және де иінесіз шприцтар қажет болады екен. Айкөркем, ең әуелі осы бос пластикалық ыдыстардың ең біріншісіне 1 ас қасық қан саласың, екіншісіне 2 ас қасық қан саласың, үшіншісіне 3 ас қасық қан саласың, және де төртіншісіне 4 ас қасық қан саласың. Жарай ма, Айкөркем? Ал мұқият жасай ғой. Төртінші стаканға нешеуін саласың? 4-еуін саламыз. Ал, 1 санаймыз. 1. Сосын 2. Сосын 3. Сосын 4. Жарайсың, Айкөркем. Жарайсың. Енді, Айкөркем, біз қанттарды өзінің орындарына салдық, я? Енді оның ішіне біз суды құюымыз керек екен, я? Әрбір ыдысқа суды 3 қасықтан саламыз екен. Кемпірқосақта әртүрлі түстер болады екен, я? Оларда қызыл түс болады, жасыл түс болады, сары түс болады, және де көк түс болады екен. Ал біз жайлап осы қызыл түсті аламыз, ең бірінші стаканға салып, осылай араластырамыз. Қандай түс пайда болды, Айкөркем? Қызыл. Қызыл түс пайда болды, жарайсың. Енді біз екінші ыдысқа сарыдан саламыз. Ал, сала ғой сен. Сары түстен саламыз. Сары болды, я? Я. Қызық болып жатыр ма, Айкөркем, саған? Я. Ал енді үшінші ыдысымызға жасыл түстен салайық, көбірек саламыз. Жасыл түстен. Қандай түс болды, Айкөркем? Жасыл. Жасыл түс болды, мен көмектесейін саған. Ал одан кейін қандай түс қалды бізде? Көк. Көк түс қалды. Енді көк түсті алып, 4-ші ыдысқа сала ғой. Қандай түс болды, Айкөркем? Көк түс болды екен. Саған тәжірибеміз ұнап жатыр ма, Айкөркем? Я. Мына ыдыстарға не салдық? Түрлі бояулар. Айкөркем, біз осылай міне әртүрлі түстерді шығарып алдық, я? Қанттың көмегімен. Енді біз осындай бос шыны ыдысымызға осы сулардың барлығын рет-ретімен қояйық. Ал оған бізге шприц аламыз. Аласың. Және де мынаның ішіне ағызал. Мынаның ішіне сен бүгін
Abaylar. Qattiq tusda. Biz qizil tusda o'slar shinimizga solib oldik. Endi sari tusda bo'yog'imizni Slay alamiz. Prenezi. Qolgan bo'lakterin balalar, Ayko'rkim, qolgan bo'lakterin mana shiniga tegizib turib solamiz. Qara, men ko'rsatayin sаған. Ikkinchisini sen jasaysan yomon. Endi rasul tusimizni olamiz. Endi qarash Ayko'rkim. Ko'rdingmi? Bizning tajribamiz shiqib o'tirgan siyaqti-ya? Apa keramit. Qara Ayko'rkim. Hov. Bizning tuslarimiz ne har turli bo'lib chiqdi ekan-ya. Ya. Kempir qo'saqqa o'xshaymi? Ya, bay. Bizning tajribamiz meni o'slar har turli tuslarмен kempir qo'saq bo'lib chiqdi. Ya? Ya. Sana tajriba unadimi Ayko'rkim? Ya, bay. Ayko'rkim, bugungi bizning tajribamiz o'z marasiga yetdi. Sana bugungi tajribamiz unadimi? Ya, bay, unadi bizga. Biz sening do'stingning so'rog'ining javobini meni o'slar shishdik-ya. Al biz o'sha kempir qo'saqning rasol yo'llarini qanday zatlarda qo'llandik? Ayta qo'yshi. Turli tusda bo'yoqlar, shaniga qanday qo'llandik-ya? Ayko'rkim, жалпы kempir qo'saq degan жаңбырдан keyin paydo bo'ladi ekan. Uning har turli tuslari bor ekan-ya. Uning har turli tuslari, ya'ni 7 tusi bo'ladi ekan. Al biz ularning negizgi tuslarini 4 tusini jasadik-ya. Ayko'rkim, o'smen bizga berilgan tikili efirlik vaqtimiz oyoqtaldi. Bizlarning birga bo'lganlaringizga ko'p rahmat. Do'stlar, sizlarga tajriba unadimi? Unagan bo'lsa, bizning бағдарламамызды o'zbek ko'ringizlar bolalar. O'smen bizning tajribamiz oyoqtaldi. Sog' bo'lingizlar.